Кадыр түнүн шынайы кулчулукпен өткізген адамга берилетін ең үлкен сыйдың бірі не екенин билесизби? Ендеше мына хадиске назар аударыңыз. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري. İmam Bukhari'den жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай деген: кімде-кім қадір түнін шынайы сеніммен, сауабын бір Алладан ғана үміт етіп, намазда тұрумен өткізсе, өткен күнәлары кешіріледі. Алла Тағала баршаларымыздың ұстап жатқан оразаларымызда және бүгінгі қадір түні оқыған тарауих намаздарымызда және қадір түні жасаған әрбір дұға тілектеріміз бен құлшылықтарымызды, ізгі ниеттерімізді қабыл етсін. Рамазан мүбәрак болсын.